Кейде жаныңды түсінер адамды таппай, жер бетінде жападан жалғыз қалғандай күй кешесің. Неге біреудің бағы жанып, енді біреуге жылап жүру ғана жазылған деп қынжыласың. Бірақ тағдырға өзіңнің бақытты болуға лайықты жан екеніңді қалай дәлелдейсің? Қалай өмірдегі қиындықтарды жеңіп, қуанышқа бөленуге болады? Ол мүмкін нәрсе емес пе? Өйткені кез келген адамның бақытты болуға қақысы бар. Тек оған апарар жол әркімде әртүрлі. Айгүл Төлепбергенованың отбасын құрғанына 17 жыл болды. Ол небәрі 19 жасында Серікке тұрмысқа шықты. Қазіргі кезде 2 ұл тәрбиелеп отыр. Үлкен ұлы Мирас 15 жаста, ал кішісі Нұрлан 10-да. Айгүл жұмыс істеу туралы ешқашан ойламаған, себебі отбасын бірінші орынға қоятын. Оған одан басқа бақыттың қажеті де жоқ еді. Үйіне қарап, отбасының жағдайын жасап отырғанды ұнататын. Бірақ бұл отбасының берекесі бір-ақ күнде қашты. Мен өткен өміріме ешқашан өкініп көрмеппін. Өзімді бақытты әйелдердің бір сезінетін. Серікте әрбір тағамымды тамсан ашып, мақтанып, достарының алдында мені мақтан ететін. Бірде жексенбі күні Төлепбергеновтар отбасы табиғат аясында демалуға шықты. Дәстүр бойынша отбасылық достары елемесіктер бірге барды. Еркектері кәуаптың қамына кіріскенде, әйелдер дастархан жая бастады. Ой, табиғат аясына шыққаныма өзім қатты қуаныптым. Ауаның тазасына шіркін. Керемет. Ауа райы да сондай керемет болып тұрғанда. Таза ауаға шыққанымыз қандай жақсы болды. Аспанда шайдай ашық, қарашы. Тіпті үй деп үйден де шықпаймыз. Балаларымыз ары-бері жүгіріп жақсы болып, бой жазып қалды ғой әлгі Мирас қайда жүр өтері айтқандай. Мирас, Нұрлан. Ана жерде жүр екен. Мирас пен Нұрлан жанында жүре берсін. Сен наның турай бер, анай. Күйеулеріміз де әден шашады ғой, жұмыс деп. Нананы да турай салан. Жарайды. Сен асықпай дастарханын жая бер мен. Нан апар. Жеміс-жидектер жүк келе қойын. Жарайды, мен дайындай берем. Ақырындап істей бересің ғой. Айгүлдің жеміс-жидек жууға барған жері Серік пен Азамат отырған жерге жақын екен. Айгүл байқаусызда күйеуі мен оның досының сөздерін естіп қалды. Осы әңгіме оның өмірін бір сәтте өзгертіп жіберді. Бұндай жерге әйелдермен емес, басқа біреумен шықсаң ғой, әйтпесе, үйде де Айгүл, түзде де Айгүл. Айгүлден басқа ешкім жоқтай. Жалып кеттім. Дұрыс айтасың. Бірақ бәрі отбасы болған соң, осы дүние қайталана береді. Дұрыс. Бірақ Азамат үйде Айгүл қалатын киіп алады да, түскі ас, кешкі ас деп ештеңкені жақтырмайды. Сен өзің қандай әдем қызға үйленгенің есіңде ме? 17 жыл бұрын Айгүл қандай керемет еді. Қазірде жаман емес, бірақ бірдеңке жетіспейді. Төлепбергеновтар табиғат аясына шыққаннан бері үйдің берекесі кетті. Айгүл сол күні естіген сөздерінен кейін әлі өз-өзіне келе алмай жүр. Тіпті бірнеше түн ұйықтаған жоқ. Жуынатын бөлмеге тығылып алып, Серікке көрсетпей жылап алатын. Бірақ онымен тікелей сөйлесуге бата алмады. Ол өзі туралы шындықты күйеуінің аузынан естуге қорықты. Мен Серікке сөзімді неден бастарымды да, не сұрарымды да білмедім. Азамат қайтқан сөздеріңнің бәрі шын ба деп сұрайын десем, тыңдағанымды біліп қояды. Ал енді мен, бұрынғы Айгүлмін ғой Серік, бұрынғыдай өмір сүре берейікші деп айтайын десем, мен не үшін ақталуым керек оның алдында? Білмеймін, тіпті миым қатып кетті. Бұл жерде маған жалғыз көмектесетін адам, ол жан құрбым, Маржан ғана. Қазіргі заманда онда еркектердің мойнына қыздардың өзі асылады. Ал менше тырысып жүрген жоқпын ба? Кір-қоңы жуулы, тамағы пісірулі. Үйдегі мұнтаздай не керек оған, одан артық не керек? Сенің кір-қоңың еркекке керек емес. Ең соңғы рет сен айнаға қашан қарадың өзің?
әрине енді күннен күнге жасарып бара жатқан жоқпыз ғой, сонда да білмеймін. Не білетіні бар? Айгүл, сөздің шыны керек, ащы болса да мен саған шындықты айтайын. Менің бір білетінім, сенің серігіңнің көңілдесі бар. Көңілдесі бар дейді әлгі Маржан. Жоқ, мүмкін емес. Серіктің көңілдесі болуы мүмкін емес. Мен не соншама? Әбден мезететіндей ұсқынсызым ба Серік? Түсінбеймін мен, бетіме қарап тұрып. Мүмкін емес Серік, артымнан сондай жасау. Әй осы Маржанда бүйректен сирақ шығарып жүреді. Енді менің бәрі ойым сонда. Маржанмен кездесуден кейін Айгүл күйеуінен одан бетер күмәндана бастады. Талай жылда бірінші рет Айгүл күйеуінің қалтасын тінтуге бел буды. Күмәнді ештеңе таппағасын, Айгүл күйеуінің ұялы телефонын қолына алды. Туған күйеуінің телефонын ақтарып, қалтасына түсу деген масқара. Бірақ мен солай істедім. Басқа амалым болған жоқ. Оған бірақ еш өкініп тұрған жоқпын. Енді менің мақсатым анау Анардың кім екенін табу. Олар тіпті күніне бірнеше рет сөйлеседі. 15 ретке дейін күніне сөйлеседі. Мүмкін ол Маржан айтқандай, шынымен көңілдес шығар. Төлепбергеновтар отбасының берекесі қашты. Айгүл қызғаныштан жарлардай болып жүрді. Ауырып жатырмын деп жиі жатып қалатынды шығарды. 2 сағат бойы анау Серікпен Анарды ойлап отыра беріп. Ол кім екен өзі? Мүмкін жас қыз шығар. Оны қайдан тауып жүр? Білмеймін. Кім екенін білмеймін. Әбден басым қатты. Серік тамақтануға кетеді. Ал Айгүл болса ауыр ойға батады. Сөйтіп бірнеше сағат өтеді. Айгүл есік ашылған кезде ғана есін жияды. Серік үйге удай мас болып келген. Серік, мынауың не сенің? Шығапсың ғой. Удаймас қой мынау масқара. Мынауың не сенің, а? Қайдан ішіп жүрсің? Мен жүрмеші. Шешінсең сен тіпті. Балалардың үйде болмаған қандай жақсы болған масқара мынаның істеп жүрген ай. Сұмдық. Түрін қараш, адам көргісіз. Кіммен іштің? Кіммен болдың? Кіммен ішіп келдің? Достармен болдым мен не? Қош, танымайсың сен оны? Түрін ай мынаның. Шеш аяғында, аяғын шеште тым құрғанда. Тым құрғанда өзің шаңырағын сыла, шеш аяғыңды. Бар да жат. Жат. Ай. Айя, істеп жүрген айя мұның. Масқарасын ай, тағда Анармен хабарласыпты. Үйден шыға сап хабарласқанын қарай көрім наным. Ол ешқандай да ресторанға досымен барған жоқ. Анармен бірге барды. Үйден шыға сап телефон соғып тұрған. Жай таныс адам болса мен үйдемін деп SMS жазушым еді. Жоқ. Ондай SMS-ті қыздар жігіттеріне ғана жазбаушым еді. Рестораннан шығып олар қайда барды екен. Осының бәрі шіркін тек түсім боп шықсы екен. Серікпен сөйлесудің еш қисыны жоқ еді. Ол төсекке дейін әзер еңбектеп барды. Айгүл не ойларында білмеді. Түнімен көзілмеген Айгүл таңға жуық ұйықтап кетіпті. Сөйтіп күйеуінің жұмысқа кеткенін де сезбей қалыпты. Айгүл кешке дейін Серіктің көңілдесі туралы ойлаумен болды. Оның бұл ойын ұлы да одан әрі өрбітіп жіберді. Ай, қолың жудың ба? Я жудым. Мә, көжен түші ғой. Қандай керемет. Мам, Я? сен неге бізбен бірге теннис ойнауға бармайсың? Білмеймін балам, спортпен қызық көрмеппін өмірімде. Бұның дұрыс емес. Ол жер өте күшті. Папаң да жақсы ойнайды. Ол саған міндетті түрде үйретеді. Ол маған да үйретті. Және анау Анар тәтеге де үйретті. Анар тәте? Спортпен айналысқандарыңа көп болды ма? Я, көп болды, басынан бастап. Бірақ мен Анар тәтемен ойнағым келмейді. Мен сенімен ойнағым келеді. Жүрші,
папам саған міндетті түрде үйретеді. Барамыз балам, міндетті түрде барамыз. Теннисті ойнаймыз екеуміз. Ұмытқама. Масқара, ай, анау Анарын қалай тенниске апарып жүр десеңші. Жұрттың көзінше бірге жүр. Сонымен қоймай баласымен таныстырады. Ол әлі бала ғой, әкесінің азғын екенін білмеу керек. О, сұмдық. Жоқ, мен Серікпен сөйлесуім керек. Сәлем жаным, қалайсың? Тамақ ішеміз ба жоқ па? Тамағың бар ма? Әлде алдыңда ұмытып кеттің ба? Әрине ұмытқан жоқпын. Анау сенің Анарың кім екенін айтпайынша, ешқандай да тамақ жоқ. Неге? Серік, мен бәрін білем. Тектен текке жасырма менен. Ол сенің көңілдесің екенін түгел білемін. Айқайламай, не білесіз? Бәрін білем. Нұрлан маған түгел айтты. Теннисқа бірге баратындарыңды, күніне 10 рет сөйлесетіндеріңді. Несіне жасырып жүрсің менен? Сен не, мен телефон тексеріп жүрсің ба не? Сен де азаннан кешке дейін отырып алжитын болсың ғой өзің. Қайдағы бір көңілдес шығарып, а? Көңілдесің емей кім ол? Ол менің әріптесім. Ол бастығымның қызы. Ол теннис жақсы көреді. Ал біздің жұмыста теннис ешқайсысы ойнамайды. Білесің бе сен соны? Мен саған таң қаламын өзім. Маған сонымен ойнағым келіп тұр деп тұрсың ба сен? Ойнағым мүлде ойнағым келмейді. Бірақ бастыққа жауым керек. Оның бір көңіл табу керек. Андай дағдарыс кезде ақша табу оңай дейсің ба? Ондай болса бар, өзің ойнашы. Мен көрейін бар. Серік, мен ақша туралы айтып тұрған жоқпын. Сен мүлде білмеймін, мен түсінбеймін сені. Үйде отырып, қайдағы бір қиялдан, бір жай қиял болса, бір сәт. Мен телефонымды алдым кеше, тексеріп. Ертең мені адайтын шығарсың сен. А? Ондай болса, екеуміз орнымызды ауыстырайық. Сен бар жұмыс істе, а мен сені тамақ жасап күтіп отырайын. А? Серік, мен шында солай ойлап қалдым. Кешірші мені. Сен өйтіп ойлама. Сен өзің ойла. Егер ол мен көңілдесім болса, мен Нұрланға соны таныстырар едім сол Нұрланға. А? Мүмкін. Ойларымның теріс болып шыққанына қатты қуанып отырмын. Серіктің айтқанында дұрыс шығар. Үйде отырып қайдағын айтып отырам. Көңілдес деп, әй мені де. Азаматқа айтқан сөздерінің бәрі жай болған ғой. Мені қайтер екен деп айтқан ғой. Төлепбергеновтар отбасында тыныштық орнайды. Бірақ бұл тыныштық ұзаққа бармайды. Бірнеше күннен кейін бейтаныс нөмірден қоңырау түседі. Алло, тыңдап тұрмын. Алло, Айгүл, сәлеметсіз бе? Сәлеметсіз бе? Бұл кім екен? Жақында білесіз, сізге қызықты ақпарат бар менде. Мүмкін кездесерміз? Жақсы. Кездесейік, бірақ қай жерде? 1 сағаттан кейін сіздің үйіңіздің қасындағы бұрыштағы кафеде. Жақсы. Сәлеметсіз бе? Сіз бе маған телефон соққан? Сәлем, отырыңыз. Сіз кім боласыз? Менің атым Анар. Мен бір жерге неге шақырдыңыз? Танысатын уақыт келді. Мен сіздің күйеуіңіздің екінші әйелімін. Не? Айгүл Серікпен талай жыл бақытты өмір сүрді. Олар 2 баланы тәрбиелеп отыр. Айгүл үй шаруасымен айналысып жұмыс істемеді. Бірақ күннің ішінде үйіп отырған отбасының астан кестеңі шықты. Айгүл күйеуінің көңілдесі бар деп күдіктене бастады. Ол Серіктің телефонынан Анар деген біреудің жиі телефон соғатынын көрді. Ал кіші ұлы әкесі Анармен бірге үнемі теннис ойнайтынын айтты. Күйеуі Анар бастығымның қызы деп құтылды. Бірақ шындықтың беті ашылды. Анар Айгүлді кездесуге шақырып, Серіктің екінші әйелімін деп танысады. Айтарға сөзім жоқ. Не дерімді білмеймін. Беті бүлкетпей. Серіктің тоқалымын деді ғой. Ал мен болсам, ақымақ басым.
бастығымның қызы дегенге сеніп жүре беріппін ғой. Қанша уақыт болды екен? Бұл бір-ақ күнде болған нәрсе емес қой. Ары қарай күнім не болмақ екен? Екінші әйелі? Қалайша? Осылайша. Көп болды ма? 1 жыл болып қалды. Жоқ, мүмкін емес бұлай болды. Мүмкін, мен сенің дәл осындай екеніңді білгенмін. Маған Серік бәрін айтып берген. Үйден басым көтермейді деп. Сіз не бұл жерге мені кекет мұқатуға келдіңіз бе? Күйеуімді де өзімді де жайыма қалтырыңыз. Енді мен сендер жайларыңа қалдырмаймын, себебі менің аяғым ауыр. Білдің ба? Аяғым ауыр? Иә. Сымнақ. Бірақ сен бір нәрсені түсін. Маған сенің Серігің керек емес. Қалайша керек емес? Баланы әкесі өсірмексің бе? Жоқ. Ол маған пәтер алып беріп, менің жағдайымды жасап берсе болды. Енді Серікті мен семьясынан ажырататын оңбаған емеспін ғой. Серік екеулерің бір-бірлерің сүймеуші ме едің? Баланы не істемексің? Серікті сүйемін, бірақ мен онымен бірге тұрғым келмейді. Ал баламен аптасына 1-2 рет, 3 рет кездестіруге болады. Жоқ. Сен ойлайсың, осының бәрі махаббат деп, ол сені жақсы көреді деп. Үй жинап, кір жуу, тамақ істеу махаббат деп ойлайсың ба? Қателесесің мүлдем. Себебі қазіргі заманда ақша болса бәрін сатып алуға болады. Например, служанка алуға болады. Ал сен үйден басыңды көтермейсің. Сондықтан ол жалыға түседі. Сонда не менің айтып тұрғаным дұрыс емес пе? Бала жасағанды білгенде, баланы асырағанды да білсін. Мен оның қазір тіпті көріп те жүрген жоқпын. Сағынып та жүрген жоқпын. Жұмыстан егер шаршап келгенде, ана әйеліне бара берсін. Ал маған тек мерекеге келгенде келсе болды. Мұндай мұқатуды өмірімде естіп көрмеппін. Бұл оның сөздері емес, Серіктің сөздері. Көкірегім қарсы айырылып тұр. Екеуі мен туралы ұзақ айтқан сияқты. Ол оны тіпті сорақысы бетіме күліп айтты ғой. Мен туралы артымнан күлген де шығар. Күйеуінің көңілдесімен сөйлескеннен кейін Айгүл бар күшін жиып, Серікпен болатын тағы бір жағымсыз әңгімеге дайындалды. Балаларын әжесіне жіберіп, Серікті күтіп үйде отырды. Сәлем Айгүл, қалайсың? Бәрі жақсы ма? Өңің өзгеріп кетіпті ғой. Тартшы қолға. Не болды саған? Не болғанын өзің біліп тұрсың. Анау анарың сенің, ешқандай да бастықтың қызы емес. Ол сенің көңілдесің, маған бәрі белгілі. Жоқ, тоқта. Екеумізді ажырату үшін? Қаскүнем саған адамдар өтірік айтқан, сен соны түсінбейсің бе? Қаскүнем адамдардың тілі соншалықты ащы, менің қандай күйзеліп тұрғанын білесің бе? Олар бәрін жайып салды. Анар сенің, тоқалың, Серік. Яғни сен бәрін біледі екенсің ба? Әрине, бәрін білем. Ерте ме кеш пе? Бәрін білетін. Оның айтқанынан гөрі өзім айтуым керек. Сен өзің айтуың керек пе еді маған? Иә. Бірақ қалай айтарын білмей жүргем. Иә, айта ғой. Айгүл, кешір мені. Кешір дейсің ба? Анау анарыңды соншалықты жасырып келіп, мына менен қазір кешірім сұрап тұрсың ба? Серік. Түсінесің ба? Жыл өткен сайын бәрі қызсыз болып кетті. Күйкі түрлі жалықтырып жіберді. Үй, жұмыс, үй. Бәрі бір қалыпты болды. Сол кезде мен өмірімде Анар пайда болды. Жас, әрі әдемі. Иә, айтпа. Мен оның келбеті, алдамшы екенін кеш білдім. Тым кеш білдім. Енді оның аяғы ауыр. Түсінесің бе? Мен оны қалай тастаймын? Айгүл, түсінші мені. Ол менің балам ғой. Ай, не істедің, Серік? Не істедің сен? Не істедің? Маржанның айтқандары бәрі рас келді. Көрікті жігіттерді жас қыздар жібермейді деп еді. Серік те бәрін айтып берді.
кешірім сұрады. Бұдан маған ешқандай жеңіл болған жоқ. Одан да аузын ашпағаны жақсы еді. Бір сағатта үйіп отырған берекеміздің бәрін быт-шыт қылды. Өз-өзіне келіп тынышталған Айгүл Серіктің айтқаны жөн деп ойлады. Бұлай шорт кесуге болмайды. Балаларды ойлау керек. Бірақ сатқын күйеуімен бір шаңырақ астында қалуға Айгүлдің төзімі жетпейтін сияқты. Айгүл құрбысынан ақыл сұрауға бел буды. Маржан. Неден бастарымды білмей отырмын. Сенің айтқаның айдай келді. Серіктің көңілдесі бар екен. Айттым ғой қызым мен саған. Серіктің көңілдесі бар деп, содан Ол ештеңе емес қой. Масқараның масқарасы, оның аяғы ауыр. Маған аузына келгенін айтты, онымен қоймай. Екеуің кездестіңдер ме? Иә, мен кездесуге өзі шақырды. Артынан Серік бәрін мойындады. Тіпті не айтарымды да білмей отырмын Айгүл. Қандай шешім қабылдадың енді? Менің шешімім сол, ертең барамда құжаттарымды ажырасуға өткіземін. Айгүл, бер қара. Асығыстық шешім қабылдама. Сен ұлдарыңды ойладың ба? Өзіңді ойладың ба? Қалай күн көресіңдер? Мирасым болса ер жетті, ол бәрін түсінеді. Ал кішкентайым енді өзі, кейін өскірсің түсіне жатар. Ал егер түсінбесе ше? Қалай күн көресіңдер? Сен бір тиын тауып көрмеген адамсың ғой? Жұмысқа шығармын енді, бір амал табылар. Мендік бір жұмыс бар шығар. Қандай жұмысқа шығасың? Еден жуасың ба? Әлде тиын тебенге сатушы боласың ба? Мен кезінде Маржан, бухгалтерді оқу бітіргенмін. Айгүл, ол 40 жыл бұрын. Қазір ондай заман емес. Күлкімді келтірмеш? Сен күлкің келсе де келмесе де менің қабылдаған шешімім сол. Бұл қайғыдан бір өзім құтыла алмайтынымды түсіндім. Маған ақыл кеңес беретін адам керек. Шіркін, анам болғанда ғой. Әкем бар, бірақ оған айтуға батылым жетпейді. Ол білсе, Серікті тірідей өлтіреді. Дегенмен, түбінде бәрібір біледі ғой. Сырттан естігенше, бұл мән жайды мен әкеме өзім жеткізуім керек. Анау Светті жиі өшетін болды кейін кезде. Анау шөтшік дұрыс істемейді ме, әлде ескірген ба? Қызым, саған не болды? Өң бозарып кетті ғой. Әлде бір жерің ауырып жүрсің ба? Әкемен де бәрі жақсы. Өзің қалайсың? Анау дәрігерлердің берген дәрілерін ішіп жүрсің ба? Ұмытпай ішіп жүрмін. Ұмытқан жоқсың ба? Ұмытпай ішіп жүрмін. Бірақ сен маған осы дәрілерді ішуді айтуға келген жоқсың ғой. Жоқ, әке. Дәрілер туралы айтпақ емес едім. Не болды? Маған бәрі дұрыстап түсіндіріп айтшы. Әке, Серік. Серіңе не болды? Серіктің көңілдесі бар, әке. Көңілдес? Иә. Қайдағы көңілдес ол оңбаған? Ол барып тұрған масқара, мұнысы ұят емес па? Оның қалай дәті бар екен? Менің қызым ол үшін бәрін істейді. Кірін жуады, тамағын жасайды, күндіз-түні. Балаларды да тәрбиелейді. Ол десе ішкен асын жерге қояды. Тіпті әкесіне келіп кетуге де уақыты жетпейді. Ол Серік оңбаған. Мен оны кездестірсем аямаймын. Жүр, қызым, киім-кешектерін жина, кеттік. Қайда барамыз, әке? Қайда барған емес, оңбаған Серікке барамыз. Ол оңбағаның істеп жүрген дұрыс емес қой. Масқара олар, сұрқия. Әке, сабыр етші. Білесің бе, қызым, ол талай. Саған сөз сал, менің алдыма келіп жығылып еді ғой. Әкетай, сабыр етші. Мен сенен көмек сұрап келген едім. Оған барудың еш қажеті жоқ, Әкетай. Өтінем. Енді ол оңбағанды вообще есің алма. Бізбен бірге тұрасың енді. Ол туралы айт болды, Серік оңбаған. Әке, мен онымен ажырассам балаларды қайтпекпін. Әке, сіз өсірем бе? Ол қандай әке, қызым? Одан қандай әке шығады? Ол оңбаған, ол қалай тәрбие береді ол балаларға? Өзің ойлашы. Әкем дәл қазір барып Серікті өлтіріп тастар деп қорықтым. Оның көздері қызарып, жұдырығы ала жүгірді. Дәл осылай болатынын мен білген едім, сондықтан мен оған айтқым келмеген. Әкем мен үшін бәрін шешіп тастады. Мен оған қарсы аузымды да аша алмадым. Ештеңе уайымдама. Нұрлантай, Мирастай бәріміз біздің үйде тұрамыз. Серіктен кететін болсам, әжемнің пәтеріне барып тұрам ғой деп ойлағам. Ол үйдегі квартирантта білгендей үйді босатыпты. Сенімен бірге тұрсақ, бала-шаға шулайды ғой, әке.
Мирастың домбырасы бар. Қызым ау, шуласа шулай берсін. Ода тұрған не бар? Қайта маған да жақсы ғой. Білесің ғой, қазақта мақал бар. Балалы үй базар, баласыз үй қумазар дейді. Әкемен бұрын жұмыс істеп көрмегенмін, бірақ өзім еңбегіммен ақша тапқым келеді. Оның несіне уайымдай бересің? Менің зейнетақым бар. Әжеңнің пәтерін жалға береміз. Тіпті болмаса бір жерге орналасып жұмыс істейсің да. Сөйтіп жанымызды бағып кетеміз ғой. Жинал енді жүктеріңді ал. Ой. Не болды, әке? Әкетай, не болды? Апа, сәлем. Сәлем бол. Сен қайда барып келдің? Атаңа барып келдім. Атаның қал жағдайы қалай екен? Жақсы болып тұрған жоқ бағам. Жүрек ұстап, ауруханаға алып кетті бүгін. Сен сол үшін уайымдап жүрсің бе? Иә, қатты уайымдап тұрмын бағам сол үшін. Апа, сен басқа нәрсеге алаңдап жүрген сияқтысың. Бірақ маған ештеңе айтпайсың ғой. Жоқ балам, менде бәрі жақсы, атаңды ғана уайымдап тұрмын қазір. Апа, бір апта болды көңілсіз жүргеніңе. Әкем мен де хабарласпайсың. Не болды? Айтып берші бәрін. Бәрі жақсы балам, о не дегенін қайдан шығардың оны? Апа, қойыңызшы. Мен ештеңе түсінбейді дейсіз бе? Әлде бала дейсіз бе? Әкеммен не болған бәрін айтып беріңізші. Әлде әкемнің басқа біреуі бар ма? Айгүл Төлепбергенова күйеуі көзіне шөп салып жүргенін біліп қалады. Көңілдесінің жүкті екені анықталады. Серік Айгүлді ғана сүйетіндігін, онымен бірге тұрғысы келетінін айтады. Бірақ жүкті болып қалған қызды да тастағысы келмейді. Айгүл опасыздық жасаған адамнан кетіп қалу керектігін түсінеді. Бірақ балаларына ол жайында айтуға батылы жетпейді. Күйеуінен кеткен соң көп нәрседен бас тартуға тура келетіндігін біледі. Себебі Айгүл ешқашан жұмыс істемеген. Оған жалақысы жоғары жұмыс табу оңайға соқпас. Айгүлдің әкесі қызына көмектесуге, оны балаларымен бірге алып кетуге дайын екендігін білдіреді. Бірақ бұл әңгімеден кейін ол ауруханадан бір-ақ шығады. Үйіне келген Айгүлді тағы бір жағымсыз жай күтіп тұрды. Үлкен ұлы Мирас анасынан бар шындықты айтып беруін талап етті. Апа, оның біреуі бар ма? Мирас жан, балама, осы әңгімен қояқшы болды. Басқа айтатын сөз жоқ па бізде? Апа, айт дедім ғой. Мен бала емеспін. Бәрін де түсінем. Мирас, иә, оның екінші әйелі бар. Екінші әйел? Қандай екінші әйел? Балам, ересектер арасында ондай әңгімелер болып тұрады. Ең бастысы, әкең Нұрлан екеуіңді қатты жақсы көреді. Апа, сен оны қорғап тұрсың ба? Ол оңбаған, сатқын, сұрқи адам. Апа, оған керегі осы. Мирас! Балаларға ештеңені сездіргім келмесе де, Мирас айтпасыма қоймады. Бұл масқара болды. Мирас үшін қатты соққы болды. Серік бәрін өз қолымен жасаса да, олардың әкелері болып қала береді ғой. Ал мен ұлдарымның әкелеріне қарсы сөз айтуына жол бере алмаймын. Ол қандай болса да, олардың әкесі. Пәтерде құлаққа ұрған танадай тыныштық орнаған. Балалар бөлмелерін жауып алған. Ал Айгүл жалғыз отыр. Бірдеңенің болғанын Серік бірден түсінді. Не болып қалды? Үйдің іші тып-тыныш қой. Тып-тыныш? Түсінбегесің бе сен әлі? Сен балаларға бәрін айтып қойдың ба не? Әрине. Мирас өзі-ақ түсініп жатыр бәрін. Ол ересек бала. Менің әкеме барып келгенінен ақ бәрін байқап жүр. Сен әкеңе барып келдің ба? Әрине, әкеме бармағанда мен басқа кімге барам? Жалғыз жанашырым әкем емес пе? Бәрін айтқан шығарсың әкеңе? Иә, бәрін айттым ал. Мен көңілдесім бар екенін қала бәрі білетін шығар? Біледі, бәрі де біледі. Мен енді туысыңа қалай қараймын? Сен мені мазақ қылдың ғой. Балалардың көзіне қалай қараймын мен? Сен соны ойнадың ба? Мен сені мазақ қылдым. Сен мені мазақ қылдың ғой, Серік. Ел бетіне қарамастай, жердей қылдың ғой сен мені. Мен сені ма? Иә, сен мені мазақ қылдың. Сен балаларды ойламас, сен өзіңді қалай ойлайсың? Мен балалардың көзіне қалай қараймын? Сен соны ойладың ба? Соларды ойлап жүрген жоқпын ба мен? Мираспен Нұрлан болмағанда баяғыда кетіп қалар едім. Кететін едім?
Онда қазір кет бұл үйден. Сен бәрібір осы жерге ораласың маған. Бәрібір келесің. Сен жұмыс істей алмайсың. Сен жұмыс қабілетің жоқ. Сен кімге керексің? Білесің ба сен соны? Ақша таусылған кезде бәрібір келесің сен маған. Жүгіріп тұрып маған ал. Айғайлама сен маған. Балаларды оятасың. Әке, тоқтат. Балалар? Сен өтірік айтып, біздің отбасымызды сатып кеттің. Апама жолама. Бөлмелеріңе барыңдар. Тұр Нұрлан. Мирас, мен мамамды ренжітейін деген жоқпын. Мирас, сендерді ренжіткім келмейді. Әке, керек емес. Маған тимеңіз. Апа, бұл үйден кетейікші. Заттарды жинап, атамыздың үйіне барамыз. Жүр Нұрлан. Балам өсіп қапты. Мирастың осындай азаматтық қылық көрсететінін мен білмеппін. Әкесіне қарсы келіп, дауласатынын ойламаппын. Мен оған бәрін айтып бергенім үшін қатты өкіндім. Серіктің айғайынан кейін мен өзімді қолыма ала алмадым. Тіпті жауап та бере алмадым. Ал Мирас болса, айтарын айтты. Айгүл Мирасты жұбатып ешқайда бармайық деп көндірді. Ал өзі бұдан былай қалай өмір сүреміз деген оймен түні бойы тағы да көзін ілмеді. Жау жағадан алғанда бөретектен алады деген осы екен. Үйде әкесі мен баласын қалай татуластырарын білмей. Басым қатып жүргенде әкемнің жағдайы нашарлап кетті. Дәрігерлер қанша дәрі жазып беріп жатса да ешқайсысы көмектеспейді. Соны ойлап ұйқым қашты. Енді бар тілейтінім әкем аман болса екен. Әкетай, қалайсың? Не болып қалды? Қызым, келдің бе? Амансың ба, әке? Әке, қалайсың? Қызым, сабыр. Не болды саған? Отыршы, бәрі. Әкетай, дәрігерлер алдаған сияқты, мен жақсы болып қалған сияқты. Отыршы. Құдайға шүкір, әке. Әкетай, менің аман болшы. Қызым, мен түнімен сені мен Серікті ойлап шықтым. Сен одан кетуің керек. Ой, әке, оны несіне айды ойлай бересің? Ойламашы мен туралы, өзіңді күтші. Әкетай, саған көп ойлануға болмайды, әке. Отыршы, тыңдашы мені. Біздің салтымызға қайшы келсе де, міндетті түрде сен одан кетуің керек. Біле білсең, қызым, елдің айтқан анау-мынау өсегін көңілге ала берме. Ел не демейді. Менің осы жасқа келіп, осындай күйде жатқанымда, елдің айтқанында мен еш уақытта қорықпаймын, қызым. Сен аман болсаң болды. Ай, дәрігер! Ай, дәрігер! Қызым, тоқташ. Жіберген сияқты, жібер. Әкетайым, не болды? Жоқ, отыр, жіберді. Осы дүниеге, осындай күйге жеткізген менмін ғой, әке, сені. Жоқ, қызым. Аман болшы, әке. Әке, шыдашы. Анау немерелерің қызықтарын көруің керексің. Әке. Қызым, жіберді, отыр. Сабыр етші. Әке, шыдашы, әке. Бірге көреміз, қызым. Бірге көреміз. Әкетайым, шыдашы. Шыдашы өзіңді, әке. Бірге көреміз, немерелеріміз, қызым. Тек сен ана оңбағандан кетші. Сен айтшы, уәде берші, кетемін деп. Әке, кетемін, міндетті түрде кетемін, әке. Аман болсаң болды. Аман болшы, әке. Аман болшы. Уәде бересің? Уәде берем, әке, міндетті түрде кетемін. Айгүл қиын жағдайда жатқан әкесінің айтқан сөзін жерге тастағысы келмеді. Бұлай жалғастыра берудің енді қажет емес екенін өзі де түсінді. Серік үйде жоқ кезде кетіп қалу үшін Айгүл киім кешегін жинастыра бастады. Бірақ күйеуі кенеттен жұмыстан ерте келіп қалды. Қайда жиналдың? Курортқа барып демалайын деп жатсың ба? Серік, қыл жақтама. Мен сенен кетейін деп жатырмын. Қайда барасың? Тұратын жерің бар ма? Менің тұратын жерім үшін сен уайымдамай қой. Тауып алам. Мен сені уайымдап жатқан жоқпын. Мен балаларды уайымдап жатырмын. Сен соларды ойладың ба? Балалар үшін де еш уайымдама. Онда кететін болсаң қазір кет. Тамаша болды. Мен бұл үйде анаммен бірге тұрамын. Мына төсекте де анаммен бірге жатамын. Анар екеуіңнің бұл үйде тұратындарыңа еш күмән болмаған менің. Екеуің бір-бірлеріңе сай адамсыңдар. Ал біз үшін уайымдамай-ақ қой. Біз өз күнімізді өзіміз көріп кетеміз. Иә, саған. Көріп кетесің сен. Сен өмірде бір тиын тауып көрдің бе өзі? Жұмыс істеп көрдің бе сен? Түріңе қараш. Саған қандай еркек қарайды? Мазың тозың шығып кеткен. Еще екі прицебім бар. Прицеп? Өз күнін жасайым дейді қойшы. Ол екеміздің балаларымызды прицептерің деді ғой. 17 жыл өмірімді арнап, осы адаммен қалай өмір сүргем? Қалай осы уақытқа дейін соны білмей жүре бергем? Сол күні Мирас пен Нұрланның үйде болмағаны қандай жақсы болған.
Бұл сөзді естігенде балаларым не болатын еді. Қорықпа, Серік. Өзің айтқандай, прицептеріммен өзімен бірге ала кетем. Сенде көк тиын жоқ, сен қалай өмір сүрейін деп жатсың? Таң қалам мен саған. Сен әлі маған зерлеп кешірім сұрап келесің. Келмеймін. Ертең мен ажырасуға сенімен құжаттарымды өткізем. Ажырасуға? Айгүлдің күйеуі Серіктің көңілдесі бар. Ол жүкті болып қалған. Айгүл күйеуінің опасыздығын білсе де, одан кете алмады. Ол ешқашан жұмыс істеп көрген емес. Сондықтан екі баламен қайда барып, қалай өмір сүретінін білмейді. Айгүлдің әкесі қызының күйеуі оған опасыздық жасады дегенді естиді де, жүрегі ұстап қалып ауруханаға түседі. Балтабай Айгүлдің күйеуінен ажырасуын талап етеді. Айгүл қиын жағдайда жатқан әкесінің сөзін жерге тастамай, киім-кешегін жинастыра бастайды. Серік аңтаң болып, әйелін күлкіге айналдырады. Бірақ әйелі ертең ажырасуға құжаттарын тапсыратындығы туралы сеніммен айтады. Бұл әкемнің ойы ғана емес, менің де ойым еді. Бірақ бұл ойдан қорқып жүрген болатын. Балаларым кейін есейген соң түсіне жатар. Серіксіз де біз бақытты өмір сүреміз. Мирас тіпті оны мүлдем көргісі келмейді. Сол күні Айгүл үйінен кетіп қалды. Ол құрбысымен кездесіп, көңілін жұбатып, шерін тарқатпақшы болды. Айгүл, білмеймін, не айтарымды да. Серікті тастап кеттің бе? Сенер сенбесімді білмей отырмын. Мынандай керемет өміріңді немен алмастырмақшысың? Қандай өмірді айтып отырсың, Маржан? Өтіріктің ортасындағы ма? Ондай өмір құрсын маған. Ой, Айгүл, өзіңше бола қалмаш. Ең бастысы, Серік сені тастап кеткен жоқ қой. Ал анары туса туып берсін. Анардың да жағдайын жасасын, сенің де жағдайын жасайды. Онда тұрған не бар? Қазіргі заманда табысты еркектердің барлығында тоқал бар. Біз өзіміздің жағдайымызды жасай аламыз. Серіксіз де жақсы өмір сүре аламыз, Маржан. Қалай өмір сүрмекшісің? Ұлдарыңды ертең қалай оқуға түсіресің? Мүмкін өз күштерімен оқуға түсіп кетер. Ал егер өз күшімен түспесе ше? Колледжге ма? Одан кейінгі өмірі не болады? Неге сен ұлдардың жағдайын ойламайсың? Ой, Маржан, Серіктің басқа қатыны бар екенін біліп тұрып, мен қалай бір шаңырақ астында тұрып жатам? Қалай түсінбейсің сен мен? Ештеңе де емес. Мен сені жақсы түсінемін. Қойшы, Маржан, олай істей алмаймын. Қалай олай істей алмайсың? Ертең екі балаңмен далада қалып, тағы да менің алдыма жүгіріп келіп, жылаушы болма. Онда өзің біл. Өз шешімің өзіңде болсын. Әбден күйзеліп жалғыз қалған Айгүл әкесіне бармақ болып ауруханаға қарай тартты. Оның істеген ісін мақұлдайтын, түсінетін жалғыз сол ғана еді. Сондықтан Айгүл әкесінің жағдайының нашарлығына қарамастан онымен сөйлеспекші болды. Ой, қызым, қалайсың жан? Қалайсың, әке? Жақсымын. Қалың қалай? Құдайға шүкір. Ал саған, әке. Ой, рахмет қызым, бұл бекер әуре болдың ғой. Артық болмайды, жеміс-жидек. Өткенде ғана алып келген. Иә, витамин ғой, жеміс-жидек, әке. Қалың қалай, әке? Жақсымын қызым. Өң жақсы қапты? Иә, жақсы болып қалдың қызым. Жақсы. Өзің де бұрынғыдай емес, кішкене көңілің көтеріңкі сияқты. Иә. Келе отырамын. Сен ана оңбағаннан кетіп қалғаның дұрыс болды. Бірақ әрине мен түсінем, алғашқыда саған ауырлау болуы мүмкін. Сонда да болса, мен ойлаймын бұл. Оны қайдан білдің, әке? Кеше Мирас пен Нұрлан кеп, бәрін айтып берді. Оларға да оңай емес қой. Ер балалар ғой. Түсінеді ғой оларды. Айгүл әкесімен болған әңгімеден кейін көз ілмеді. Өз өмірінің енді қалай өзгеретінін ойлап, ұзақ уақыт дөңбекшіп ұйықтай алмады. Таңғы сағат 5 шамасында төсегінен атып тұрып, ғаламторды ашып, бірдеңені іздей бастады. Таңертеңгісін Мирас пен Нұрлан аналарын қосылған ноутбуктың жанында ұйықтап жатқан жерінен тауып алады. Апа, тұрмысшы. Апа. Анашым, сізге ыңғайсыз сияқты ғой. Қолым үйіп қапты ғой. Сағат қанша болды? Мәссаған, таң атып кетті ғой. Апа, сіз түнімен мүлде ұйықтамағансыз ба? Көз іле алмадым ғой, балам. Не, анашым? Түнімен шимай шатпақ жазғансыз ба? Ол бизнес-план, Мирасжан. Бизнес-план бұл. Немене?
Бизнес план жазғансыз ба? Сеніңше не, Мирас-ау? Мамаңның қолынан ештеңе келмейді деп ойлайсың ба? Жоқ, анашым. Мен тіпті ондай айтқым келген жоқ. Мирас, мына біздің анамызға ұқсамайды ғой. Біздің анамыз ерте тұрып ас дайындаушы еді. Иә. Жаным-ау, қазір-ақ әзірлейміз. Өзің немене бетің сатпақ, қолың жуылмаған. Бар жуын, жүгір. Қарақтарың қалайсыңдар жаным? Қалайсың балам? Мирас қалайсың балам? Жақсы, Жақсыңдар ма? Амансыңдар? Қалай әке? Ой, қызым айналайын жаным. Қалай денің сау ма? Жақсы. Қалайсыңдар балам? Оқуларың қалай? Жақсы. Сабақтарың жақсы ма? Мамаларың көмектесіпсіңдер ме? Иә. Өң жақсар қапты әке. Иә жаным. Кеше обход болып тексеріп еді мен. Ертең шығарады ғой сірә мен. Өздері айтты. Жақсы болды ғой. Иә. Әке, менде саған жақсы жаңалығым бар. Құлағым сенде қызым, айта ғой. Бір жағынан рұқсат сұрайын ба дегем, анау әжемнің пәтерін жалға өткізбей қойсақ қайтеді. Сонда қалай сендер? Менімен бірге тұрмайсыңдар ма? Жоқ әке, түсінген жоқсың, бәріміз бірге тұрамыз. Бірақ ана әжем пәтерінен салон ашайын дегем. Иә, сұлулық салон ашайын деген едім. Оны қалай ашасың ол? Ол салон ашу деген оңай емес қой. Ой, әке, мен бәрін ойластырып қойдым. Интернеттен тіпті кәсіпкер әйелдерді қолдайтын бағдарламаны басынан аяқ қарап шықтым. Жаным, ол бәрін түсінем ғой, бірақ оны салон ашу үшін оған жабдықтар керек, құрал саймандар керек, қаражат керек. Тағысын тағы айта берсең көп қиындықтары бар ғой оның. Маған сенші әке, қазір мемлекеттен кәсіпкерлікті қолдау жөнінде несие беріледі. Ол несиенің тіпті қиналатын ештеңесі жоқ. Жартысын мемлекет өз мойнына алады. Басын бастасам болды ғой әке. Жөн, дұрыс қой, енді оғанда бір сенің бір жобаға түсіріп, бір жасаған жоспарларың болу керек емес. Қазір әке, қазір. Міне, мен мынаның бәрін басынан аяқ ойластырып қойдым әке, мынаны қараңызшы. Ақылмен жасаған екенсің қызым. Түгел ойластырылған мұнда. Бірақ енді қанша дегенмен өзің білесің ғой қызым. Мына салон ашу оңай емес, оның үстіне мына жерде жақсы нелерің бар екен. Мына жобаңды көріп тұрмын, бірақ мұнда ерлер салоны бөлек болса мына жерде, мына жерде әйелдер салоны болса. Ау жаным, айта ғой. Маған балаларға арналған уголоктар ұнайды. Ой, жаным менің, кеші бер. Қолымнан сен қарашы мұның өзінің сондай көмектесіп, мына өзінің мамасының нелісіне, кәсібіне көмектесуіне мен өте қуаныштымын жаным сенің. Сен балам қандай қосатының бар мына біздің жобаға? Маманың жұмысы жақсы болып кетсе болды ата. Сәлеметсіздер ме? Айгүл бизнес жоспарды аяқтаған соң тез арада дара кәсіпкерлік ашып, мемлекеттік бағдарламаға қатысуға өтініш берді. Ақша қолына тиген соң ашайын деп отырған сұлулық салонына жөндеу жүргізді. Балаларының да өзінің де болашағы тек өзіне ғана байланысты екендігін ол енді түсінді. Көп ұзамай Айгүлдің әкесі ауруханадан шықты. 3 айдан соң Серік Айгүлге оралды. Ол әйелінің алдына жығылып қайтып келуін өтінді. Анар Айгүлдің кетіп қалғанын естиді. Жас қыз үй шаруасымен ғана айналысып, үйде отырғысы келмеген екен. Тағы бір қызығы, Анар жүкті болмай шықты. Осының бәрін ол пәтерді иемдену үшін істеген екен. Одан кейін түсті деп сылтауратқан. Айгүл күйеуін кешірсе де, қайтсе де өзінің сұлулық салонын ашатынын айтып шарт қойды. Игіліктің ерте-кеші жоқ деп бекер айтылмаған ғой. Кейде қайғы қасіреттің арты жан жағыңа жаңаша қарауға, өз өміріңді өзгертуге ықпал етері сөзсіз. Істеп жүрген ай, сұмдық. Түрін қараш, адам көргісіз. Кіммен іштің? Кіммен болдың? Кіммен ішіп келдің? Достармен болдым мен. Қойш, танымайсың сен ол? Түрін ай мынаның. Шеш аяғын шеште тым құрғанда. Тым құрғанда өзің шаңырағың сыла, шеш аяғыңды. Бар да жат. Жат.
Ай. Айя, істеп жүрген айя мұның. Масқарасын ай, тағы Анармен хабарласыпты. Үйден шыға сап хабарласқанын қарай көрін наным. Ол ешқандай да ресторанға досымен барған жоқ. Анармен бірге барды. Үйден шыға сап телефон соғып тұрған. Жай таныс адам болса мен үйдемін деп SMS жазушым еді. Жоқ. Ондай SMS-ті қыздар жігіттеріне ғана жазбаушы ме еді. Рестораннан шығып олар қайда барды екен. Осының бәрі шіркін тек түсім боп шықсы екен. Серікпен сөйлесудің еш қисыны жоқ еді. Ол төсекке дейін әзер еңбектеп барды. Айгүл не ойларын да білмеді. Түнімен көз ілмеген Айгүл таңға жуық ұйықтап кетіпті. Сөйтіп күйеуінің жұмысқа кеткенін де сезбей қалыпты. Айгүл кешке дейін Серіктің көңілдесі туралы ойлаумен болды. Оның бұл ойын ұлы да одан әрі өрбітіп жіберді. Ай, қолың жудың ба? Я жудым. Мә, көжен түші. Қандай керемет. Мам, Я? сен неге бізбен бірге теннис ойнауға бармайсың? Білмеймін балам, спортпен қызық көрмеппін өмірімде. Бұның дұрыс емес. Ол жер өте күшті. Папам да жақсы ойнайды. Ол саған міндетті түрде үйретеді. Ол маған да үйретті. Және анау Анастасияге де үйретті. Анастасия? Спортпен айналысқандарыңа көп болды ма? Я, көп болды, басынан бастап. Бірақ мен Анастасиямен ойнағым келмейді. Мен сенімен ойнағым келеді. Жүрші, папам саған міндетті түрде үйретеді. Барамыз балам, міндетті түрде барамыз. Теннисті ойнаймыз, екеміз. Ұмытқама. Масқара ай, анау Анарын қалай тенниске апарып жүр десеңші. Жұрттың көзінше бірге жүр. Сонымен қоймай баласымен таныстырады. Ол әлі бала ғой, әкесінің азығын екенін білмеу керек. О, сұмдық. Жоқ, мен Серікпен сөйлесуім керек. Сәлем жаным, қалайсың? Тамақ ішеміз ба жоқ па? Тамағың бар ма? Әлде алдыңда ұмытып кеттің ба? Әрине ұмытқан жоқпын. Анау сенің Анарың кім екенін айтпайынша, ешқандай да тамақ жоқ. Неге? Серік, мен бәрін білем. Тектен-текке жасырма менен. Ол сенің көңілдесің екенін түгел білемін. Айқайламай, не білесің сен? Бәрін білем, Нұрламаған түгел айтты. Теннисқа бірге баратындарыңды, күніне 10 рет сөйлесетіндеріңді. Несіне жасырып жүрсің менен? Сен не, мен телефон тексеріп жүрсің ба не? Сен де азаннан кешке дейін отырып алжитын болсың ғой өзің. Қайдағы бір көңілдес шығармап, а? Көңілдесің емей кім ол? Ол менің әріптесім, ол бастығымның қызы. Ол теннис жақсы көреді, ал біздің жұмыста теннис ешқайсысы ойнамайды. Білесің бе сен соны? Мен саған таң қаламын өзім. Маған сонымен ойнағым кеп тұр деп тұрсың ба сен? Ойнағым мүлде ойнағым келмейді. Бірақ бастыққа жауу керек. Оның бір көңіл табу керек. Андай дағдарыс кезде ақша табу оңай дейсің ба? Ондай болса бар, өзің ойнашы. Мен көрейін бар. Серік, мен ақша туралы айтып тұрған жоқпын. Сен білмеймін мен, түсінбеймін сені. Үйде отырып, қайдағы бір қиялдан, бір жай қиял болса, бір сәт. Мен телефонымды алдым кеше, тексеріп. Ертең мені андайтын шығарсың сен. Ондай болса, екеуміз орнымызды ауыстырайық. Сен бар жұмыс істе, а мен сені тамақ жасап күтіп отырайын. Серік, мен шында сол ойлап қалдым. Кешірші мені. Сен өйтіп ойлама. Сен өзің ойла. Егер ол мен көңілдесім болса, мен Нұрланға соны таныстырар едім сол Нұрланға. Мүмкін. Ойларымның теріс болып шыққанына қатты қуанып отырмын. Серіктің айтқанында дұрыс шығар. Үйде отырып қайдағын айтып отырам. Көңілдес деп, әй мені де. Азамат айтқан сөздерінің бәрі жай болған ғой. Мені қайтер екен деп айтқан ғой.
Төлепбергеновтар отбасында тыныштық орнайды. Бірақ бұл тыныштық ұзаққа бармайды. Бірнеше күннен кейін бейтаныс нөмірден қоңырау түседі. Алло, тыңдап тұрмын. Алло, Айгүл, сәлеметсіз бе? Сәлеметсіз бе? Бұл кім екен? Жақында білесіз, сізге қызықты ақпарат бар менде. Мүмкін кездесерміз? Жақсы. Кездесейік, бірақ қай жерде? 1 сағаттан кейін сіздің үйіңіздің қасындағы бұрыштағы кафеде. Жақсы. Сәлеметсіз бе? Сіз бе маған телефон соққан? Сәлем. Отырыңыз. Сіз кім боласыз? Менің атым Анар. Мен бұл жерге неге шақырдыңыз? Танысатын уақыт келді. Мен сіздің күйеуіңіздің екінші әйелімін. Не? Айгүл Серікпен талай жыл бақытты өмір сүрді. Олар 2 баланы тәрбиелеп отыр. Айгүл үй шаруасымен айналысып жұмыс істемеді. Бірақ күннің ішінде үйіп отырған отбасының астан кестеңі шықты. Айгүл күйеуінің көңілдесі бар деп күдіктене бастады. Ол Серіктің телефонынан Анар деген біреудің жиі телефон соғатынын көрді. Ал кіші ұлы әкесі Анармен бірге үнемі теннис ойнайтынын айтты. Күйеуі Анар бастығымның қызы деп құтылды. Бірақ шындықтың беті ашылды. Маған ақыл кеңес беретін адам керек. Шіркін, анам болғанда ғой. Әкем бар, бірақ оған айтуға батылым жетпейді. Ол білсе, Серікті тірідей өлтіреді. Дегенмен, түбінде бәрібір біледі ғой. Сырттан естігенше, бұл мән жайды мен әкеме өзім жеткізуім керек. Анау Светті жиі өшетін болды кейін кезде. Анау шөтшік дұрыс істемейді ме, әлде ескірген ба? Қызым, саған не болды? Өң бозарып кетті ғой. Әлде бір жерің ауырсың ба? Әкемен де бәрі жақсы. Өзің қалайсың? Анау дәрігерлердің берген дәрілерін ішіп жүрсің ба? Ұмытпай ішіп жүрмін. Ұмытқан жоқсың ба? Ұмытпай ішіп жүрмін. Бірақ сен маған осы дәрілерді ішуді айтуға келген жоқсың ғой? Жоқ, әке. Дәрілер туралы айтпақ емес едім. Не болды? Маған бәрі дұрыстап түсіндіріп айтшы. Әке, Серік. Серіңе не болды? Серіктің көңілдесі бар, әке. Көңілдес? Иә. Қайдағы көңілдес ол оңбаған? Ол барып тұрған масқара. Мұнысы ұят емес пе? Оның қалай дәті бар екен? Менің қызым ол үшін бәрін істейді. Кірін жуады, тамағын жасайды, күндіз-түні. Балаларды да тәрбиелейді. Ол десе ішкен асын жерге қояды. Тіпті әкесіне келіп кетуге де уақыты жетпейді. Ол Серік оңбаған. Мен оны кездетсем аямаймын. Жүр, қызым, киім-кешектерін жина, кеттік. Қайда барамыз, әке? Қайда барған емес, оңбаған Серікке барамыз. Ол оңбағанның істеп жүрген дұрыс емес қой. Басқа болма, сұрқия. Әке, сабыр етші. Білесің бе, қызым, ол талай. Саған сөз сал, менің алдыма келіп жығылып еді ғой. Әкетай, сабыр етші. Мен сенен көмек сұрап келген едім. Оған барудың еш қажеті жоқ, Әкетай. Өтінем. Енді ол оңбағанды вообще есің алма. Бізбен бірге тұрасың енді. Ол туралы айт болды, Серік оңбаған. Әке, мен онымен ажырассам балаларды қайтпекпін. Әке, сіз өсірем бе? Ол қандай әке, қызым? Одан қандай әке шығады? Ол оңбаған, ол қалай тәрбие береді ол балаларға? Өзің ойлашы. Әкем дәл қазір барып Серікті өлтіріп тастар деп қорықтым. Оның көздері қызарып, жұдырығы ала жүгірді. Дәл осылай болатын мен білген едім, сондықтан мен оған айтқым келмеген. Әкем мен үшін бәрін шешіп тастады. Мен оған қарсы аузымды да аша алмадым. Ештеңе уайымдама. Нұрлантай, Мирастай бәріміз біздің үйде тұрамыз. Серіктен кететін болсам, әжемнің пәтеріне барып тұрам ғой деп ойлағам. Ол үйдегі квартирант та білгендей үйді босатыпты. Сенімен бірге тұрсақ, бала-шаға шулайды ғой, әке. Мирастың домбырасы бар. Қызым, ол шуласа шулай берсін. Ода тұрған не бар? Қайта маған да жақсы ғой.
Білесің ғой, қазақта мақал бар. Балалы үй базар, баласыз үй қумазар дейді. Әкемен бұрын жұмыс істеп көрмегенмін, бірақ өзім еңбегіммен ақша тапқым келеді. Оның несіне уайымдай бересің? Менің зейнетақым бар. Әжеңнің пәтерін жалға береміз. Тіпті болмаса бір жерге орналасып жұмыс істейсің де. Сөйтіп жанымызды бағып кетеміз ғой. Жинал енді жүктеріңді ал. Ой. Не болды, әке? Әкетай, не болды? Апа, сәлем. Сәлем, бал. Сен қайда барып келдің? Атаңа барып келдім. Атаның қал жағдайы қалай екен? Жақсы болып тұрған жоқ бағам. Жүрек ұстап, ауруханаға алып кетті бүгін. Сен сол үшін уайымдап жүрсің ба? Иә, қатты уайымдап тұрмын бағам сол үшін. Апа, сен басқа нәрсеге алаңдап жүрген сияқтысың. Бірақ маған ештеңе айтпайсың ғой. Жоқ балам, менде бәрі жақсы, атамды ғана уайымдап тұрмын қазір. Апа, бір апта болды көңілсіз жүргеніңе. Әкем мен де хабарласпайсың. Не болды? Айтып берші бәрін. Бәрі жақсы балам, о не дегенін қайдан шығардың оны? Апа, қойыңызшы. Мен ештеңе түсінбейді дейсіз бе? Әлде бала дейсіз бе? Әкеммен не болғанын бәрін айтып беріңізші. Әлде әкемнің басқа біреуі бар ма? Айгүл Төлепбергенова күйеуі көзіне шөп салып жүргенін біліп қалады. Көңілдесінің жүкті екені анықталады. Серік Айгүлді ғана сүйетіндігін, онымен бірге тұрғысы келетінін айтады. Бірақ жүкті болып қалған қызды да тастағысы келмейді. Айгүл опасыздық жасаған адамнан кетіп қалу керектігін түсінеді. Бірақ балаларына ол жайында айтуға батылы жетпейді. Күйеуінен кеткен соң көп нәрседен бас тартуға тура келетіндігін біледі. Себебі Айгүл ешқашан жұмыс істемеген. Оған жалақысы жоғары жұмыс табу оңайға соқпас. Айгүлдің әкесі қызына көмектесуге, оны балаларымен бірге алып кетуге дайын екендігін білдіреді. Бірақ бұл әңгімеден кейін ол ауруханадан бір-ақ шығады. Үйіне келген Айгүлді тағы бір жағымсыз жай күтіп тұрды. Үлкен ұлы Мирас анасынан бар шындықты айтып беруін талап етті. Апа, оның біреуі бар ма? Мирас жан, балама, осы әңгімені қояйықшы болды. Басқа айтатын сөз жоқ па бізде? Апа, айт дедім ғой. Мен бала емеспін. Бәрін де түсінем. Мирас, иә, оның екінші әйелі бар. Екінші әйел? Қандай екінші әйел? Балам, ересектер арасында ондай әңгімелер болып тұрады. Ең бастысы, әкең Нұрлан екеуіңді қатты жақсы көреді. Апа, сен оны қорғап тұрсың ба? Ол оңбаған, сатқын, сұрқи адам. Апа, оған керегі осы. Мирас! Балаларға ештеңені сездіргім келмесе де, Мирас айтпасыма қоймады. Бұл масқара болды. Мирас үшін қатты соққы болды. Серік бәрін өз қолымен жасаса да, олардың әкелері болып қала береді ғой. Ал мен ұлдарымның әкелеріне қарсы сөз айтуына жол бере алмаймын. Ол қандай болса да, олардың әкесі. Пәтерде құлаққа ұрған танадай тыныштық орнаған. Балалар бөлмелерін жауып алған. Ал Айгүл жалғыз отыр. Бірдеңенің болғанын Серік бірден түсінді. Не болып қалды? Үйдің іші тып-тыныш қой. Тып-тыныш? Түсінбегесің бе сен әлі? Сен балаларға бәрін айтып қойдың ба не? Әрине. Мирас өзі-ақ түсініп жатыр бәрін. Ол ересек бала. Менің әкеме барып келгенінен ақ бәрін байқап жүр. Сен әкеңе барып келдің ба? Әрине, әкеме бармағанда мен басқа кімге барам? Жалғыз жанашырым әкем емес пе? Бәрін айтқан шығарсың әкеңе? Иә, бәрін айттым ал. Анар Айгүлді кездесуге шақырып, Серіктің екінші әйелімін деп танысады. Айтарға сөзім жоқ. Не дерімді білмеймін. Беті бүлкетпей. Серіктің тоқалымын деді ғой. Ал мен болсам, ақымақ басым. Бастығымның қызы дегенге сеніп жүре беріппін ғой. Қанша уақыт болды екен? Бұл бір-ақ күнде болған нәрсе емес қой. Ары қарай күнім не болмақ екен? Екінші әйелі? Қалайша? Осылайша. Көп болды ма? 1 жыл болып қалды.
мүмкін емес былай бол. Мүмкін, мен сенің дәл осындай екеніңді білгенмін. Маған Серік бәрін айтып берген. Үйден басын көтермейді деп. Сіз не бұл жерге мені кекет мұқатуға келдіңіз бе? Күйеуімді де өзімді де жайыма қалтырыңыз. Енді мен сендер жайларыңа қалдырмаймын, себебі менің аяғым ауыр. Білдің ба? Аяғым ауыр? Иә. Сымнақ. Бірақ сен бір нәрсені түсін. Маған сенің Серігің керек емес. Қалайша керек емес. Баланың әкесі өсірмексің бе? Жоқ. Ол маған пәтер алып беріп, менің жағдайымды жасап берсе болды. Енді Серікті мен семьясынан ажырататын оңбаған емеспін ғой. Серік екеулерің бір-бірлерін сүймеуші ме еді? Баланы не істемексің? Серікті сүйемін, бірақ мен онымен бірге тұрғым келмейді. Ал баламен аптасына 1-2 рет, 3 рет кездестіруге болады. Жоқ. Сен ойлайсың, осының бәрі махаббат деп, ол сені жақсы көреді деп. Үй жинап, кір жуу, тамақ істеу махаббат деп ойлайсың ба? Қателесесің мүлдем. Себебі қазіргі заманда ақша болса бәрін сатып алуға болады. Например, служанка алуға болады. Ал сен үйден басыңды көтермейсің. Сондықтан ол жалыға түседі. Сонда не, менің айтып тұрғаным дұрыс емес пе? Бала жасағанды білгенде, баланы асырағанды да білсін. Мен оның қазір тіпті көріп те жүрген жоқпын. Сағынып та жүрген жоқпын. Жұмыстан егер шаршап келгенде, ана әйеліне бара берсін. Ал маған тек мерекеге келгенде келсе болды. Мұндай мұқатуды өмірімде естіп көрмеппін. Бұл оның сөздері емес, Серіктің сөздері. Көкірегім қарс айырылып тұр. Екеуі мен туралы ұзақ айтқан сияқты. Ол оны тіпті сорақысы бетіме күліп айтты ғой. Мен туралы артымнан күлгенде шығар. Күйеуінің көңілдесімен сөйлескеннен кейін Айгүл бар күшін жиып, Серікпен болатын тағы бір жағымсыз әңгімеге дайындалды. Балаларын әжесіне жіберіп, Серікті күтіп үйде отырды. Сәлем Айгүл, қалайсың? Бәрі жақсы ма? Өнің өзгеріп кетіпті ғой. Тартшы қолға. Не болды саған? Не болғанын өзің біліп тұрсың. Анау анарың сенің, ешқандай да бастықтың қызы емес. Ол сенің көңілдесің, маған бәрі белгілі. Жоқ, тоқта. Екеумізді ажырату үшін? Қаскүнем саған адамдар өтірік айтқан, сен соны түсінбей жатсың ба? Қаскүнем адамдардың тілі соншалықты ащы, менің қандай күйзеліп тұрғанын білесің бе? Олар бәрін жайып салды. Анар сенің, тоқалың, Серік. Яғни сен бәрін біледі екенсің ба? Әрине, бәрін білем. Ерте ме кеш пе? Бәрін біледі едің. Оның айтқанынан гөрі өзім айтуым керек еді. Сен өзің айтуың керек пе еді маған? Иә. Бірақ қалай айтарын білмей жүргем. Иә, айта ғой. Айгүл, кешір мені. Кешір дейсің ба? Анау анарыңды соншалықты жасырып келіп, мына менен қазір кешірім сұрап тұрсың ба? Серік. Түсінесің ба? Жыл өткен сайын бәрі қызсыз болып кетті. Күйкі түрлі жалықтырып жіберді. Үй, жұмыс, үй. Бәрі бір қалыпты болды. Сол кезде мен өмірімде Анар пайда болды. Жас, әрі әдемі. Иә, айтпа. Мен оның келбеті, алдамшы екенін кеш білдім. Тым кеш білдім. Енді оның аяғы бар. Түсінесің бе? Мен оны қалай тастаймын? Айгүл, түсінші мені. Ол менің балам ғой. Ай, не істедің, Серік? Не істедің сен? Не істедің? Маржанның айтқандары бәрі рас келді. Көрікті жігіттерді жас қыздар жібермейді деп еді. Серік те бәрін айтып берді. Кешірім сұрады. Бұдан маған ешқандай жеңіл болған жоқ. Одан да аузын ашпағаны жақсы еді. 3 сағатта үйіп отырған мерекеміздің бәрін быт-шыт қылды. Өз-өзіне келіп тынышталған Айгүл Серіктің айтқаны жөн деп ойлады.
Бұлай шорт кесуге болмайды. Балаларды ойлау керек. Бірақ сатқын күйеуімен бір шаңырақ астында қалуға Айгүлдің төзімі жетпейтін сияқты. Айгүл құрбысынан ақыл сұрауға бел буды. Маржан. Неден бастарымды білмей отырмын. Сенің айтқаның айдай келді. Серіктің көңілдесі бар екен. Айттым ғой қызым мен саған. Серіктің көңілдесі бар деп, содан? Ол ештеңе емес қой. Масқараның масқарасы. Оның аяғы ауыр. Маған аузына келгенін айтты, онымен қоймай. Екеуің кездестіңдер ме? Иә, мен кездесуге өзі шақырды. Артынан Серік бәрін мойындады. Тіпті не айтарымды да білмей отырмай Айгүл. Қандай шешім қабылдадың енді? Менің шешімім сол, ертең барам да құжаттарымды ажырасуға өткізем. Айгүл, бер қара. Асығыстық шешім қабылдама. Сен ұлдарыңды ойладың ба? Өзіңді ойладың ба? Қалай күн көресіңдер? Мирасым болса ер жетті, ол бәрін түсінеді. Ал кішкентайым енді өзі, кейін өскірсің түсіне жатар. Ал егер түсінбесе ше? Қалай күн көресіңдер? Сен бір тиын тауып көрмеген адамсың ғой? Жұмысқа шығармын енді, бір амал табылар. Мендік бір жұмыс бар шығар. Қандай жұмысқа шығасың? Еден жуасың ба? Әлде тиын тебенге сатушы боласың ба? Мен кезінде Маржан, бухгалтерлік оқу бітіргенмін. Айгүл, ол 40 жыл бұрын. Қазір ондай заман емес. Күлкімді келтірмеш? Сен күлкің келсе де келмесе де менің қабылдаған шешімім сол. Бұл қайғыдан бір өзім құтыла алмайтынымды түсіндім. Мен көңілдесім бар екенін қала бәрі білетін шығар? Біледі, бәрі де біледі. Мен енді туысыңа қалай қараймын? Сен мені мазақ қылдың ғой. Балалардың көзіне қалай қараймын? Сен соны ойнадың ба? Мен сені мазақ қылдым. Сен мені мазақ қылдың ғой, Серік. Ел бетіне қарамастай жердей қылдың ғой сен мені. Мен сені ма? Иә, сен мені мазақ қылдың. Сен балаларды ойламайсың, сен өзіңді ғана ойлайсың. Мен балалардың көзіне қалай қараймын? Сен соны ойладың ба? Соларды ойлап жүрген жоқпын ба мен? Мирас пен Нұрлан болмағанда баяғыда-ақ кетіп қалар едім. Кететін едім? Онда қазір кет бұл үйден. Сен бәрібір осы жерге ораласың маған. Бәрібір келесің. Сен жұмыс істей алмайсың. Сен жұмыс қабілетің жоқ. Сен кімге керексің? Білесің бе сен соны? Ақша таусылған кезде бәрібір келесің сен маған. Жүгіріп тұрып маған ал. Айқайлама сен маған. Балаларды оятасың. Әке, тоқтат. Балалар? Сен өтірік айтып, біздің отбасымызды сатып кеттің. Апама жолама. Бөлмелеріңе барыңдар. Тұр Нұрлан. Мирас, мен мамамды ренжітейін деген жоқпын. Мирас, сендерді ренжіткім келмейді. Әке, керек емес. Маған тимеңіз. Апа, бұл үйден кетейікші. Заттарды жинап, атамыздың үйіне барамыз. Жүр Нұрлан. Балам өсіп қапты. Мирастың осындай азаматтық қылық көрсететінін мен білмеппін. Әкесіне қарсы келіп, дауласатынын ойламаппын. Мен оған бәрін айтып бергенім үшін қатты өкіндім. Серіктің айғайынан кейін мен өзімді қолыма ала алмадым. Тіпті жауап та бере алмадым. Ал Мирас болса, айтарын айтты. Айгүл Мирасты жұбатып ешқайда бармайық деп көндірді. Ал өзі бұдан былай қалай өмір сүреміз деген оймен түні бойы тағы да көзілме. Жау жағадан алғанда бөретектен алады деген осы екен. Үйде әкесі мен баласын қалай татуластырарын білмей. Басым қатып жүргенде әкемнің жағдайы нашарлап кетті. Дәрігерлер қанша дәрі жазып беріп жатса да ешқайсысы көмектеспейді. Соны ойлап ұйқым қашты. Енді бар тілейтінім әкем аман болса екен. Әкетай, қалайсың? Не болып қалды? Қызым, келдің бе? Амансың ба, әке? Әке, қалайсың? Қызым, сабыршы. Не болды саған? Отыршы, бәрі. Әкетай, дәрігерлер алдаған сияқты. Мен жақсы болып қалған сияқты. Отыршы. Құдайға шүкір, әке. Әкетайым менің, аман болшы. Қызым, мен түнімен сенімен Серікті ойлап шықтым. Сен одан кетуің керек. Ой, әке, оны несіне айды ойлай бересің? Ойламашы мен туралы, өзіңді күтші. Әкетай, саған көп ойлануға болмайды, әке. Отыршы, тыңдашы мені. Біздің салтымызға қайшы келсе де, міндетті түрде сен одан кетуің керек. Біле білсең, қызым, елдің айтқан анау-мынау өсегін көңіле қала берме. Елде демейді. Менің осы жасқа келіп, осындай күйде жатқанымда, елдің айтқанында мен еш уақытта қорықпаймын, қызым. Сен аман болсаң болды.
Ай, дәрігер. Ай, дәрігер. Қызым, тоқташы. Бәрі жіберген сияқты жібер. Кетайым, не болды? Жоқ, отыр, жіберді. Осы дүниеге, осындай күйге жеткізген менмін ғой, әке сені. Жоқ, қызым. Аман болшы, әке. Әке, шыдашы. Анау немерелерің қызықтарын көруің керексің. Әке. Қызым, жіберді, отыр. Әке. Сабыр етші. Әке, шыдашы, әке. Жоқ, бірге көреміз, қызым. Бірге көреміз. Әкетайым, шыдашы. Ұсташы өзіңді, әке. Бірге көреміз, немерелеріміз, қызым. Тек сен ана оңбағандан кетші. Әке, сен айтшы, уәде берші кетемін деп. Әке, кетемін, міндетті түрде кетемін, әке. Аман болсаң болды. Аман бош, әке. Аман бош. Уәде бересің? Уәде берем, әке. Міндетті түрде кетемін. Айгүл қиын жағдайда жатқан әкесінің айтқан сөзін жерге тастағысы келмеді. Бұлай жалғастыра берудің енді қажет емес екенін өзі де түсінді. Серік үйде жоқ кезде кетіп қалу үшін Айгүл киім кешегін жинастыра бастады. Бірақ күйеуі кенеттен жұмыстан ерте келіп қалды. Қайда жиналдың? Курортқа барып демалайын деп жатсың ба? Серік құлжақтама. Мен сенен кетейін деп жатырмын. Қайда барасың? Тұратын жерің бар ма? Менің тұратын жерім үшін сен уайымдамай қой. Тау болам. Мен сені уайымдап жатқан жоқпын. Мен балаларды уайымдап жатырмын. Сен соларды ойладың ба? Балалар үшін де еш уайымдама. Онда кететін болсаң қазір кет. Тамаша болды. Мен бұл үйде анаммен бірге тұрам. Мына төсекте де анаммен бірге жатам. Анар екеуіңнің бұл үйде тұратындарыңа еш күмән болмаған менің. Екеуің бір-бірлеріңе сай адамсыңдар. Ал біз үшін уайымдамай-ақ қой. Біз өз күнімізді өзіміз көріп кетеміз. Иә, саған. Көріп кетесің сен. Сен өмірде бір тиын тауып көрдің бе өзі? А? Жұмыс істеп көрдің бе сен? Түріңе қараш. Саған қандай еркек қарайды? Мылжың-тылжың шығып кеткен. Еще екі прицебім бар. Прицеп? Өз күнін жасайым дейді ғой еще. Ол екеміздің балаларымызды прицептерің деді ғой. 17 жыл өмірімді арнап, осы адаммен қалай өмір сүргем? Қалай осы уақытқа дейін соны білмей жүре бергем? Сол күні Мирас пен Нұрланның үйде болмағаны қандай жақсы болған. Бұл сөзді естігенде балаларым не болатын еді? Қорықпа, Серік. Өзің айтқандай, прицептеріммен өзімен бірге ала кетем. Сенде көк тиын жоқ, сен қалай өмір сүрейін деп жатсың? Таң қалам мен саған. Сен әлі маған зерлеп кешірім сұрап келесің? Келмеймін. Ертең мен ажырасуға сенімен құжаттарымды өткізем. Ажырасуға? Айгүлдің күйеуі Серіктің көңілдесі бар. Ол жүкті болып қалған. Айгүл күйеуінің опасыздығын білсе де, одан кете алмады. Ол ешқашан жұмыс істеп көрген емес. Сондықтан екі баламен қайда барып, қалай өмір сүретінін білмейді. Айгүлдің әкесі қызының күйеуі оған опасыздық жасады дегенді естиді де, жүрегі ұстап қалып ауруханаға түседі. Балтабай Айгүлдің күйеуінен ажырасуын талап етеді. Айгүл қиын жағдайда жатқан әкесінің сөзін жерге тастамай, киім кешегін жинастыра бастайды. Серік аңтаң болып, әйелін күлкіге айналдырады. Бірақ әйелі ертең ажырасуға құжаттарын тапсыратындығы туралы сеніммен айтады. Бұл әкемнің ойған емес, менің де ойым еді. Бірақ бұл ойдан қорқып жүрген болатын. Балаларым кейін есейген соң түсіне жатар. Серіксіз де біз бақытты өмір сүреміз. Мирас тіпті оны мүлдем көргісі келмейді. Сол күні Айгүл үйінен кетіп қалды. Ол құрбысымен кездесіп, көңілін жұбатып, шерін тарқатпақшы болды. Айгүл, білмеймін, не айтарымды да. Серікті тастап кеттің бе? Сенер сенбесімді білмей отырмын. Мынандай керемет өмір. Кейде жаныңды түсінер адамды таппай, жер бетінде жападан жалғыз қалғандай күй кешесің. Неге біреудің бағы жанып, енді біреуге жылап жүру ғана жазылған деп қынжыласың. Бірақ тағдырға өзіңнің бақытты болуға лайықты жан екеніңді қалай дәлелдейсің? Қалай өмірдегі қиындықтарды жеңіп, қуанышқа бөленуге болады? Ол мүмкін нәрсе емес пе? Өйткені кез келген адамның бақытты болуға қақысы бар. Тек оған апарар жол әркімде әртүрлі.
Айгүл Төлепбергенованың отбасын құрғанына 17 жыл болды. Ол небәрі 19 жасында Серікке тұрмысқа шықты. Қазіргі кезде 2 ұл тәрбиелеп отыр. Үлкен ұлы Мирас 15 жаста, ал кішісі Нұрлан 10-да. Айгүл жұмыс істеу туралы ешқашан ойламаған, себебі отбасын бірінші орынға қоятын. Оған одан басқа бақыттың қажеті де жоқ еді. Үйіне қарап, отбасының жағдайын жасап отырғанды ұнататын. Бірақ бұл отбасының берекесі бір-ақ күнде қашты. Мен өткен өміріме ешқашан өкініп көрмеппін. Өзімді бақытты әйелдердің бір сезінетін. Серікте әрбір тағамымды тамсан ашып, мақтанып, достарының алдында мені мақтан ететін. Бірде жексенбі күні Төлепбергеновтар отбасы табиғат аясында демалуға шықты. Дәстүр бойынша отбасылық достары елемесіктер бірге барды. Еркектері кәуаптың қамына кіріскенде, әйелдер дастархан жая бастады. Ой, табиғат аясына шыққаныма өзім қатты қуаныптым. Ауаның тазасына ай шіркін. Керемет. Ауа райы да осындай керемет болып тұрғанда. Таза ауаға шыққанымыз қандай жақсы болды. Аспанда шайдай ашық, қарашы. Үйе тіпті үй деп үйден де шықпаймыз. Балаларымыз ары бері жүгіріп жақсы болып. Бой жазып қалды ғой әлгі Мирас қайда жүр өздері айтқандай. Мирас, Нұрлан. Ана жерде жүрек. Мирас пен Нұрлан жанында жүре берсін. Сен наның турай бер, анель. Күйеулеріміз де әден шашады ғой, жұмыс деп. Нананы да турай салан. Жарайды. Сен асықпай дастарханын жая бер мен. Нан апар. Жеміс-жидектер жүк келе қойын. Жарайды, мен дайдай берем. Ақырындап істей бересің ғой. Айгүлдің жеміс-жидек жууға барған жері Серік пен Азамат отырған жерге жақын екен. Айгүл байқаусызда күйеуі мен оның досының сөздерін естіп қалды. Осы әңгіме оның өмірін бір сәтте өзгертіп жіберді. Бұндай жерге әйелдермен емес басқа біреумен шықсам ғой, әйтпесе үйде де Айгүл, түзде де Айгүл. Айгүлден басқа ешкім жоқтай. Жалып кеттім. Дұрыс айтасың. Бірақ бәрі отбасы болған соң осы дүние қайталана береді. Дұрыс. Бірақ Азамат үйде Айгүл халатын киіп алады да түскі ас, кешкі ас деп ештеңкені жақтырмайды. Сен өзің қандай әдем қызға үйленгенің есіңде ме? 17 жыл бұрын Айгүл қандай керемет еді. Қазір де жаман емес, бірақ бірдеңке жетіспейді. Төлепбергеновтар табиғат аясына шыққаннан бері үйдің берекесі кетті. Айгүл сол күні естіген сөздерінен кейін әлі өз-өзіне келе алмай жүр. Тіпті бірнеше түн ұйықтаған жоқ. Жуынатын бөлмеге тығылып алып, Серікке көрсетпей жылап алатын. Бірақ онымен тікелей сөйлесуге бата алмады. Ол өзі туралы шындықты күйеуінің аузынан естуге қорықты. Мен Серікке сөзімді неден бастарымды да, не сұрарымды да білмедім. Азамат қайтқан сөздеріңнің бәрі шын ба деп сұрайын десем, тыңдағанымды біліп қояды. Ал енді мен бұрынғы Айгүлмін ғой Серік, бұрынғыдай өмір сүре берейікші деп айтайын десем, мен не үшін ақталуым керек оның алдында? Білмеймін, тіпті миым қатып кетті. Бұл жерде маған жалғыз көмектесетін адам ол жан құрбым, Маржан ғана. Қазіргі заманда онда еркектердің мойнына қыздардың өзі асылады. Ал менше тырысып жүрген жоқпын ба? Кір-қоңы жуулы, тамағы пісірулі. Үйдегі мұнтаздай не керек оған одан артық не керек? Сенің кір-қоңың еркекке керек емес. Ең соңғы рет сен айнаға қашан қарадың өзің? Әрине енді күннен күнге жасарып бара жатқан жоқпыз ғой, сонда да білмеймін. Не білетіні бар? Айгүл, сөздің шыны керек, ащы болса да мен саған шындықты айтайын. Менің бір білетінім сенің серігіңнің көңілдесі бар. Көңілдесі бар дейді әлгі Маржан. Жоқ, мүмкін емес. Серіктің көңілдесі болуы мүмкін емес. Мен не соншама? Әбден мезететіндей сұқынсызбын ба Серік? Түсінбеймін мен, бетіме қарап тұрып. Мүмкін емес Серік, артымнан сондай жасау. Әй осы Маржанда бүйректен сирақ шығарып жүреді. Енді менің бәрі ойым сонда. Маржанмен кездесуден кейін Айгүл күйеуінен одан бетер күмәндана бастады.
Талай жылда бірінші рет Айгүл күйеуінің қалтасын тінтуге бел буды. Күмәнді ештеңе таппағасын, Айгүл күйеуінің ұялы телефонын қолына алды. Туған күйеуінің телефонын ақтарып, қалтасына түсу деген масқара. Бірақ мен солай істедім. Басқа амалым болған жоқ. Оған бірақ еш өкініп тұрған жоқпын. Енді менің мақсатым анау Анардың кім екенін табу. Олар тіпті күніне бірнеше рет сөйлеседі. 15 ретке дейін күніне сөйлеседі. Мүмкін ол Маржан айтқандай, шынымен көңілдес шығар. Төлепбергеновтар отбасының берекесі қашты. Айгүл қызғаныштан жарылардай болып жүрді. Ауырып жатырмын деп, жиі жатып қалатынды шығарды. 2 сағат бойы анау Серік пен Анарды ойлап отыра беріп. Ол кім екен өзі? Мүмкін жас қыз шығар. Оны қайдан тауып жүр? Білмеймін. Кім екенін білмеймін. Әбден басым қатты. Серік тамақтануға кетеді. Ал Айгүл болса, ауыр ойға батады. Сөйтіп бірнеше сағат өтеді. Айгүл есік ашылған кезде ғана есін жияды. Серік үйге удай мас болып келген. Серік, мынауың не сенің? Ішіп апсың ғой. Удай мас қой мынау масқара. Мынауың не сенің, а? Қайдан ішіп жүрсің? Жіберші. Шешінсең сен тіпті. Балалардың үйде болмаған қандай жақсы болған масқара.